Мен негізі тақтамен бөліссем болады сіздермен. Қазір тақтаға жазасыздар. Окей? Түрлеріңізді қос жазыңыздар, өйткені жазбағандар қарап отыр деп есептеймін. Қарамасаңыздар даже. Так. Нешеуміз? Бесеуміз, иә? Бесеуге бөлейін қазір. Бесіншісіне көргім кетті. Окей, жарайды, ничего страшного. Так, давайте. Біріншісі айым. Окей, сосын өшіріп қайтадан жаза бересіз. Айым, Зарина, Әділет. Так, келесі адам кім? Сейчас көршіне. Диана. И бесіншісі, сейчас. Төрт адам екен ғой, бесінші мен екен ғой. Окей, жарайды. Бесінші тарабесінен әшін. Так, давайте бастаймыз. Бірінші сұрақ. Past simple формуласы. Тез жазамыз. Кім бірінші жазып болады екен көрейік. Жоқ ағыт. Бесіншісі. Так, тез жазамыз. Көрмей жатырмын. Зарина, окей, good. А дейгім. Әділет ұйықтап қалды. Әділет тағы да ұйықтай берді. Келесі сұрақ. Ой, түсінген жоқ, не дедіңіз? Past simple'дың формуласы дедім. Қазір. Қазір интернетте қарап алайыншы. Жоқ, мияқта қалай жазады вообще? Мынандай ма? Шутка ғой, да. Гаухар. Джоха. Окей, good. Келесі сұрақ. Өшірсеңіздер болады, оған дейін жазып болғандар. Көрдім. Так, келесі сұрақ сіздерге мынандай. Келесі сұрақ сіздерге past continuous'ның формуласын жаза қойыңыздар. Енді маған тез-тез past continuous'ның формуласын жаза қойыңыздар. Давайте тезірек. Past continuous'ның формуласын жаза қойыңыздар. Говорите тез-тез. Так, қалай жазу болады? Так, келесі сұрақ. Окей, good. Келесі сұрақ. Future continuous'ның формуласын жазыңыздар. Future continuous'ның формуласын табыңыздар десе, сіз не жазасыздар? Ешкім бір-біріне көшіріп қашып па? Хабин мен емес. Future continuous балдар. Зарина, біраз сөміп кеттіңіз. Айым дұрыс емес. Future дегенде will бар, ал continuous дегенде не бар? Be бар. Анау мен орнымаған кетіп алады. Сол ғой вообще жазу ыңғайсыз. B-I-N-G. Will be плюс verb-ing ғой. Will деп кішкентай жазсаңыздар, немесе W деп. B қайда, B қалды балдар, B қайда мына жерде, B қайда? Мен жазын апай. Зарина жазды. Әділет дым жазған жоқ, например. Дым жазып тұрған жоқ. Will be verb-ing симай қалды, нақты орын алып. Окей, түсінікті, окей. Келесі. Орын жоқ емес, сіз бірінші жазып қойсаңыз, сосын сіз басқа біреудің орнына қойасыз ғой. Сол үшін ғой. Так, келесі сұрақ. Давайте. Will be verb ing, окей? Ой, не тет? Future continuous-қа. Continuous дегенде will ing қоймаймыз. Will be бар всегда. Continuous, окей? Так, келесі сұрақ сіздерге. Present perfect. Сіз present perfect жазамыз. Нені жазамыз? Present perfect жазамыз. Present perfect жазамыз. Может, чатқа жазамыз? Апай, может, чатқа жазамыз?
жоқ, сіз мына жақта кім бірінші жазып қалатынын көріп отырамын да, сразу көремін да. Сіздің пустой неңізді көргім келіп тұр да. Пустой деген тез жазғаныңыз деймін, пустойға тез жазғаныңыз. Тез давайте. Өтірік ол, сылтау ол әшейін. Окей. Айым, бір нәрсе артық болып кетті сізде, лишний. Have be verb C. Бин. Бин ба? Иә, бин артық болып кетті. Бин ол неде қосылады ғой? Нетінет, пассив войста. Пассив войста бин қосылады. Молодец. Зарина хаз емес, хав. Хаз, иә. Сіз хаз қайда, Әділет? Хаз деп айтып, хаз жоқ. Апай оған сыймайды анау. Келесі Диана. Сыймайды. Диана, ING? Жоқ, иди. Present perfect ба? Окей. Present perfect, иә. Джоха мен Гаухар екеуі ұйықтап жатыр. Апай, мне не слышно ваши слова. Енді сіз құлағыңыз наушник па бір нәрсе киіп алмайсыз ба енді? Бәрін естіліп тұрса, естілмей тұр. Давайте. Келесі сұрақ. Гаухарда Джоха деген сіздікі. Джоха екеуіңіз шарт үшін жазыңыздар. Келесі сұрақ. Бесінші Джоха екеуіңізге, в общем. Келесі сұрақ. Так. Future perfect. Will. Не мешай. Давайте. Вышел отходить, жоқ. Плюс future perfect Апай, это деміз бе? невозможно. Он will have verb C. Verb. Апай, оны өшіріп отыр, мен жазғанымды. Сіздікі өшіре алмайды, өзіңіз өшіріп отқан шығарсыз. Біреу өшіре алмайды негіз. Will have verb C деп бірінші жазып айтайықшы. Окей, will have verb C. Has бола ма will'дан кейін? Зарина, сізге сұрақ. Has бола ма will'дан кейін? Жоқ, апай. Болмайды. Has болмайды, всегда will'дан кейін have болады. Екеуізге бөліп беремін. Қазір. Аха, will'дан кейін не болады? Мен бір жігерім. Has болмайды. Болмайды, иә. Все, окей. Гаухардың аяқсыздығы, Джохана оң жағында, алтыншы сіздікі. Последний, окей? Екеуіңіз ұрыспай, таныспай жазыңыздар. Келесі сұрақ. Past perfect формуласы. Will have verb C. Жабыздар, өшірдіңіздер Нені past perfect ба? Иә, тез кім бірінші жазады екен, қазір көрейік. 1, 2, Апай 3. басында. Past perfect. Қандай еді, апай? Past perfect па? Иә, past perfect. Молодец, Апай, болдым. Зарина жазып бірінші, молодец. Зарина бірінші жазды. Одан кейін Гаухар жазды. Диана екеуі. Айым ұйықтап жай жазып отыр. Had verb C. Ең соңғы Әділет жазды. Ой, апай, мен басында жатып тұрсам, неге көз... Окей, қазір, енді қатысып көріп отырамын. Келесі сұрақ. Present perfect continuous, давайте, кім бірінші жазады екен? Қарап отырайыншы. Present perfect continuous. Present perfect continuous. Сөйлемей жазыңызшы, сөйлемей, өзіңіз жазсыншы. Бәрі көшіп жатады. Ой. Так, кім бірінші жазған айтайын ба? Кім бірінші жазған айтып қойын ба? Апай, have been verb ing. Молодец, кім айтты? Мен, Гаухар. Окей, молодец, Гаухар. Бин ұмытып кеттіңіз, Зарина? Ай, молодец. Мен бейне келетін. Сіз, Зарина, бинді ұмытып кете бергенсіз? Мына доска болып отыр кәдімгідей. Келесі сұрақ. Давайте, келесі сұрақ. Тақтаға шықтың деп ойлап тұрсаңшы, тақтада, мектептегі. Келесі сұрақ. Тақтамыз кішкентай кетіш. Иә. Оның почеркісі әдемі сол кезде. Келесі сұрақ. Future perfect continuous. Future perfect continuous. Кім бірінші жазады екен, ойлаймын. Қарап отырайыншы, кім бірінші жазады.
Диана ауысып кетеді ау қазір. You have been Ойбай, айым бірінші жазып отыр ғой. ing. Апай, Айым will мен have been Гаухар. verb ing. Айым мен Гаухар. Бар. Диана. Менікі более четко апай. Молодец, Диана. Апай мен де нормально жазған негізі. Просто жазу. Мынада енді адам түсінбейді енді. Адам түсінбейді әдетте. Ауызша айтыңызшы, не жаздыңыз? Электронный түрде Зарина, бірінші рет неме қалдыңыз ғой? Жоха, Зарина екеуі ұйықтап қалды. Ja, Соткаларды dit тастап doe кетіп ze қалды. dan. Соткаларды тастап кетіп қалады ғой негізі. Зарина. Зарина. Жоха. Қазір одан кейін екі адамды жарыстырамын. пропал. Үш адамды жарыстырамын, балдар. Үш адамды жарыстырамын қазір. Бірінші общий жарысасыз, сосын үш адамды жарыстырамын, окей? Ең мықтыларды шығарамын қазір бірінші. Так, келесі сұрақ. Ойбай. Past perfect continuous. Past perfect continuous. Давайте, балдар, тез-тез кім бірінші past perfect continuous жазып болады екен? Давайте. Кім бірінші past perfect continuous'ты жазып болады екен? Давай. Past perfect continuous. Айым, Диана, молодцы. Қалғандар қайда? Had Ай, been ing. had. Ed. Perfect. ing continuous. Been. Ойбай, verb дейсіңіз. Verb ing. Так, Had been verb Окей. ing. Апай. все, окей, молодцы. Все. Енді бәрін өшірем. Жоха, өшірме. Бәрін өшіріп тастадым өзім. Қазір үш адамды шығарам. Бағана ең бірінші көп жазған. Had been verb. Айтайын ба? Ең бірінші көбінесе жазған. Мне кажется, бірінші Гаухар. Ну, бірінші деген самый бірінші емес, енді вообще топовыйлардың арасында. Гаухар. Одан кейін Гаухардан бірінші тұрмыз. Келесі Айым екінші. Ой, өшіп қалды. Айым, осындасыз ба? Қарамай көрсіп тұру. Айым, осындасыз ба? Үшінші Диана. Үшеуіңізді бірінші жазыстырам, окей? Одан кейін қалғандар жасады. Күтіп тұрыңыздар сіздер, қарап тұрыңыздар. Үш сұрақ қоям, болды. Үш сұраққа прям нереально күш жауап беру керек, окей? Бірінші сұрақ. Кез келгеннен ба, шақтан ба? Шақтан, именно. Бүгін шақ полный бітіреміз, окей? Стоп. Бірінші сұрақ. Хорошо. Future continuous, кім бірінші жазады екен, давайте. Бүгін топ бірді анықтаймыз. Тез, бүгінгі тақырып бойынша. Future continuous. Мына мен жерім ғой. Мен біттім апай. Айым Will be ұйықтап қалды. verb ing. Айым ұйықтап қалды. Апай мен жазған просто ана Апай, мен- үстіне шумақтап түседі. Окей, жайды, осыны Сен Санап өз қояйық, орнына окей. барсаң, мен Г деп тұр ғой үстіне қарасай. ұрыспаймыз, балдар. Төбетем. Келесі балдар, келесі сұрақ. Давай. Айым. Өшір. Келесі сұрақ. Қазір балдар үшеумізді алып тастаймын қазір. Төбеспейміз. Келесі сұрақ. Future perfect continuous. Тез. Кім бірінші жазады екен? Future perfect continuous. Давайте, кім бірінші жазады екен? Диана, молодец. Диана бірінші орын іздеше. Молодец. Апай. Диана осы жолы бірінші болған. Диана, одан кейін Гаухар, одан кейін Айым. Өзіңіз санап отырмын. Апай, өшіп жатыр менкін. Кто это возле меня? Келесі. Бағана Человек, который возле меня, мешаешь ты мне. Диана, сіз молодец. Смотрите. Келесі сұрақ. Екінші сұрақ. Апай. Future simple. Так, осы жолы Айым мен Какой Гаухар. вопрос? Гаухар ма Диана? Future simple деймін. Уже өтіп кетті, сіз жіберіп алдыңыз балыңыз. Келесі сұрақ. Мен здесь Ең сеть соңғы слабый. сұрақ. Past perfect. Кім бірінші болады екен? Апай. Гаухар, окей, бірінші осы жолы Гаухар. Окей. Так, бір рет Гаухар болды, кажется, екінші рет Айым болды, одан кейін әрқайсысы бір реттен бірінші орын болды, короче. Ну, в общем, неше бірінші неден. Келесі сұрақ. Келесі адам, дар. Диана, все, рахмет көп.
үшеулеріңіз бітті. Келесі сұрақ. Зарина, мына жаққа бірінші тұрады. Орныңыз көрдіңіз ба? Келесі. Дәулет. Саламатсыз ба, апай? Қай? Қарлығаш. Егор, жаңа келдім, кешіріңіз, біраз қалып қойдым. Жарайды. 12 шақ болады. Қарлығаш. Осындасыз ба? Қарлығаш 1, 2, 3 дегенде сөйлемесе, келесі басқа адам болады. Қарлығаш 1, Қарлығаш 2, Қарлығаш 3. Окей. Үшіншісінде әділет болады. Әділет. Қарлығаш өзінен көрсін. Аузын ашпаған. Келесі бірінші сұрақ басталды. Кім бірінші орын болады екен осы үштіктің арасында, давайте. Дәптерден бір нәрсені қарау жоғынан. Бірінші сұрақ. Past perfect continuous. Давайте, кім бірінші жазып қойған, давайте. Past perfect continuous. Had been ing. Жазасың. Қалай оны жазады? Мынаған жазасыз, Дәулет деген сізге. Все. Ой. Құрттың ғой бәрін. Жоға, только келдім. В этом и есть суть. Енді келесі кешікпеу керек екен, Дәулет. Ойнамау керек. GTA дегендер қою керек шамалы. Келесі сұрақ. Present simple. О. Апай, мен шыға тұрсам бола ма 5 минутқа? Иә. Рахмет. Present simple. No. Әлі дауысыңыз естілмей жатыр, вообще дауысыңыз естілмейді. Давайте, present simple формуласын білмейсіздер ма, балдар? Апай дейік. Гаухар. Verb is. Я просто обычный verb бір ғой. Verb plus is. Я verb или просто s. She, итқа s бар. Мысалға, works деген сияқты. To be деген ол тоже to be, но қата to be-дің эмиза болады, мысалға. I am a teacher, you are a student деген сияқты. Окей, келесі сұрақ. Так, соңғы сұрақ, future perfect. Кім бірінші болады екен, давайте. Future perfect. Subject жазбай қойсаңдар. Сен негіз бер, Гаухар. Время алады ғой. Так, помните, Зарина сізге айтқан болатынбыз, мынау жоқ деп ше, мынау. Қайсы жоқ деп айттық, бір нәрсе жоқ деп айттық. Өзі біледі, молодец. Has деген жоқ, только will have verb say. Have has деген ол только present perfect қоясыз, окей? Түсінікті ма? Так, Диана жаңа не секретный, окей. Диана деппін ғой, Дәулет деген ма? Так, сейчас, так. Келесі енді ауызша сұрақ. Общий жауап береміз. Жамырамаймыз бірақ, ма? Кім бірінші айтты, сол бірінші айтқан егіз. Ауыздарыңды қосыңыздар бәріңіз. Камера қосыңыздар, балдар. Қарлығаш, камера қосыңыз. Гаухар, Дәулет, камера қосамыз дейсіз. Все, молодец. Қарлығаш, дейсіз. Бірінші сұрақ. Төбейдің қандай формаларын білесіздер? Төбейдің формалары. Am, is, are, Was, were, will. Еще раз. am, Is, are, was, were, will, Am, is, are, was, been, was, were, Will. be, be, been. жата ма не? Will деген жатпайды. Will деген жатпайды, Дәулет. Will деген сіз шығарыңыз ба? Американ сөз жағын жоқ төбеге. Так, қайта айтам, жетеу бар. Am, is, are, was, were, be, been. Бағана be дегенде қандай continuously қолданасыздар? Be дегенде. Кім бірінші айтады екен, давайте.
So молодец. Future. Continuous. Continuous future. Future continuous. Окей, good. Дәулетпен шайтты, бірақ молодец. Бір баске. Келесі сұрақ. Been дегенде қандай continuousқа қолданамыз? Perfect. Perfect Past continuous. Past continuous. Любой perfect continuous, молодец. Любой perfect continuous, Yes. Гаухар, молодец. Окей, бірінші вот. Келесі сұрақ. Эмиза дегенде қандай continuous қолданамыз? Present. Present. Was okay. where? Past. Окей, молодец. Сәл нетті ошыл. Бірінші. Good. Future perfect, future continuous формуласы. Ауша. Verb ing. Will be verb ing. Әділет айтады. Апа не дедіңіз? Future perfect continuous дедіңіз ба? Жоқ, future continuous обычный. Future continuous. Зарин айтады. Will verb ing ма? Will. Жоқ, жаңа сізге бір нәрсе ұмыттыңыз деп айттым ғой сізге. Помните, бір нәрсе ұмыттыңыз деп айттым ғой жазған кезде тақтаға. Been. Yeah, will been verb Бен ing. емес, бен деген ол perfect continuous'тарда ғой. Perfect continuous. Will be. Иә. Айым, сізге сұрақ. Past perfect формуласы қарамайтын ешнәрсеге. Subject had been. Эй? Болды. Не болып кетті? Қандай еді? Past perfect. Subject had verb 3. Болды. Молодец. Окей. Келесі сұрақ. Гаухар, сізге бір сұрақ. Әркімге бір сұрақ, айым бітті. Гаухар, сізге сұрақ. Future perfect continuous. Қандай? Future perfect continuous. Will have been verb ing. Все, good. Келесі, Дәулет. Сізге сұрақ. Present perfect continuous. Present continuous. Ұмытып қалыппын ғой. Так. Has, have, been, ing. Все, молодец. Ұйықтап айтқан кезде айтуыңыз керек, иә? Келесі сұрақ. Әділетке. Так, future perfect формуласы. Will have verb 3. Все, окей, good. Все, молодцы. Қалай болды бүгін сабақ? Нормально ма? Ұнады ма? Күшті апай. Күшті. Окей, good. Ертеңге мен сізге тақырып жазып жіберемін. Ертеңге осылай күшті дайындалыңыздар. Зачет болады, окей? See you. Bye-bye. Ровно уақытқа Апай, кіреміз. question бола ма? Бір question. Давайте. Бола ма? Go. Yeah, Бірақ question санап отырамын. Тез, әділет. Қазір. Апай неқта мысалға slim fat болады, иә? Но durable remoteпен келе ма, келмей ма? Ну, типа синоним ретінде. Durable мен remote. Да. Durable деген, duration деген бізде течение, то есть ұзақтық деген сөз. Durable деген бізде соның сын есімі, remote деген алыс дегенді білдіреді вообще. Мысалға, remote control деген пульт, иә, алыстан контролировать етеді. Синоним, Қараңыз енді, remote деген. durable деген белгілі бір уақыт алатын деген. Окей? Ал remote деген алыс деген. Алыс, дистанционный деген. Екеуі бір-біріне синоним ба, сонда? Сіз қалай ойлайсыз? Мен сізге айтамын. Мен сізге қазақшасын аударып тұрмын, екеуі бір-біріне синоним ба? Алыс пен уақыт деген бір-біріне синоним ба? Duration. Duration деген мынандай. Бір-біріне ұқсайды, но бір ұқсамайды сияқты. Ойбай. Кім қалай ойлайды? Нет, синоним бола алмайды ғой, там в течение этих минут деген ол вообще басқа, анау алыс это ұзақтық қой. Анау уақыттың ұзақтығы, анау жердің ұзақтығы деген сияқты мысалы. Или right. Так, Дәулет, қалай ойлайсыз? Қайталап жүріңізші апай. Ұмытып қалдым мен уже.
Сызбасыз деп оған. Көп оқып қойдыңыз әлде. Durable мен remote синоним бола ма дейміз? Жоқ деп ойлаймын. Не үшін? Интуитка подсказывает. Ертең енді да интуиция подсказывает. Окей, жарайды, ничего страшного. Айым. Айым айтады. Зарина екеу қазір. Не де апай? Қалды осы сұрақты. Durable мен remote синоним ба? Қазір жазып отыр маған. Білмеймін, даже қазақшасында білмей апаймын. Жаңа қазақшасын мен айттым ғой сіздерге. Жаңа уақыт сосын алыс деген ма? Иә. Білмеймін, синоним емес пе? Ұзақ уақыт алатын, иә, длительный ше? Длительный и remote деген алыс дегенді білдіреді. Екеу бірмен синоним ба? Нет. Жоқ. Вот, синоним емес. Окей. Так что... Синоним қандай болады? Интуиция не обманула, апай. Да. Налиса сіздің сұрағын түсінбедім. Қойшы тұрсың? Синонимдары қандай болады? Кімнің қайсының именно синонимі? Сол remote пен tribal ма? Қалай? Как это было слово? Сол екеуінің. Окей, remote дегенге алыс сұрады дегенді ғой, қалай айтсаңыз болады. Алыс дегенді сіздер far, further, там farthest деген сияқты айтсаңыздар болады. Сосын тағы да не? Ал durableға far дегенге бағанағы айтсаңыз болады. Far дегеніміз бізде алыс дегенді білдіреді ғой, окей? Ал durable дегенге егер синоним десе permanent, lasting, бір уақыт алатын, permanent деген тоже ұзақ уақыт алатын длительный, да? Long term деп айтсаңыздар болады, окей? Remote-ке бағанағы far. Группаға жібере салам тәгді жасылым, окей? Группаға жібере салам қазір. Тағы бір сұрақ қосып алма. Жарайды, тез айтыңыз. Reported speech-тің questions-ын қалай, типа, қайсыған қарап аударамыз? Как обычно или какие-то есть особенности просто questions-то? Сізге сұрақ, ответ сол. Сол сізге сұрақ. Сол сізге сұрақ. Өткені біз недавно өттік, 2 күн бұрын. Сізге сұрақ. Қалай аударамыз questions-та? Who knows? Мен қалай істейдің, ба? Короче, да, неден жақшадан шыққаннан кейін обычный формада только алдында who, which деген ғана тұрмай ма? Немесе if, whether деген. Иә, if. Question type-на байланысты. Сосын анау affirmative формасында ба, да? Болымды формада. Сұраулы емес, болымды формада болады. What is your name болса, егер де там says пен келсе, там introductory verbs says болса, немесе tells болса, what your name is. What is your name дегенде, what your name is деп ауысады соңына қарай. Subject-тан кейін тұрады. В общем, ертеңге қараңыздар, ертең reported speech сіздерге. Так что ертеңге осыны әділет оқып келсін. Әділет емес, барлықтарымыз оқып келсін. Ертең енді тапсырам мен. Да? 9-да ғой? Иә, 9-да ғой. Айым көмектесе болады қазір. Окей? Әділет көмектесіңіз. Мен етнесімен. Reported questions-ды түсіндіріңіз. Questions келеді көбінесе. Сосын апай ана used to туралы да айта кетесіз ба? Used to қай жақта, нотта қандай болады, и question-да, и андай. Оңай ғой? Гаухар, сізге оңай ғой? Үш түрі бар еді ғой? Used to. Get used to. Молодец. Used to бұрында өтіп кеткен. Be used to үйрендім. Ал get used to үйренемін деген емес па? Оны түсінем ғой. Жоқ, оны сұрау сөйлемінде болды. Просто use. Без to ше.
мысалға да, я точно не знаю, мысалы, нотта мысалы use it и без to. Маған сондай бір бәле. Сондай келді ғой, типа correct sentence with it to деп ше бізге. ұбт-да. Типа болымсызда қалай келеді? Сұраулыда и простой сөйлемде. сұраулыда да use болады емес па? Өйткені анау д-сы неге кетіп қалады ғой, didn't-қа деген сияқты. used to болады. User болады. Use ғана болады ол жақта. Иә, болымсызбен сұраулы болымсыз. use to. Мысалға, did you use to? Немесе I didn't use to. Use to. Вот. Екеуінде бірдей ма? Иә, иә. Use'бен сұраулыда. Всё. Be used to да verb ing болады, иә? Get used to мен be used to да verb ing. А get used to да noun только, иә? Сосын model verb-ті көп сұрап жатыр дейді, out to-да. Preposition көп келеді, мен барып келдім ғой, preposition көп келеді. Preposition. Гаухар, сіз қашан барып келдіңіз? Үші. Қанша Қалай болды? Қалай болды? Айтыңыз, бәріміз сол сізге микрофон беріп тұрмыз сол кезде. Қиын болды, көп correct sentence келе береді, correct sentence надоел шығарып тастады. Көбіне не келеді? Reported speech келеді, preposition и article келеді. Article'да мысалда көп жауапты да келеді, типа яғни без ничего кететін жерлер, сондайлар келеді. Синоним бірақ сөзді келеді, beach қой, сондай сөздің синонимі. Ол келді, бірақ синоним. Неше алдыңыз? Айтыңызшы енді. Или маған жазып жіберіңіз қазір. Гаухар. Сосын мен бәрін айтамын деп па? Шутка. Апай маған айтыңыз. Иә, айымға айтамын только. Тоже сондай сұрақтар келді маған НТ-да.